Бұл хабарға тағдыры тартымды, өмірі қызық, көргені көп, бізден жасыратыны жоқ адамдық тұлғалар қатысады. Олардың өзі туралы, өмір туралы, өзге туралы, адам туралы, заман туралы, қоғам туралы айтары бар. Айтары болса айтқызайық. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер. Маңғыстау телеарнасында түнгі шырақ бағдарламасы. Алдымен хабарымыздың бүгінгі қонағымен таныс болайық. Қоспармақ Рахат Құсайынұлы, ақын, журналист, Қазақстан Республикасы журналистер және жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы президентінің 2013 жылғы стипендиясының иегері, Бейнеу ауданының құрметті азаматы. 1972 жылы Маңғыстау облысы Бейнеу ауданының сол кездегі Ақжігіт ауылдық кеңесіне қарасты Қызыләскер деген жерде Сам құмында дүниеге келген. Ата-анасы Қоспармағұлы Құсайын мен Еділхан қызы Меруерт қарапайым еңбек адамдары. Әкесі Құсайын ұжымшарды алдымен қойшы, жылқышы, артынан автокөлік жүргізушісі, автодүкен меңгерушісі, сосын ауылдық кеңестің есепшісі болып жұмыс жасаған. Анасы Меруерт ұжымшарда, кеңшарда әртүрлі ауыл шаруашылық жұмыстарын атқарған. 9 бала тауып тәрбиелеген, алтын алқа иегері болған. Оның алтын құрсағынан шыққан 9 баланың 7-еуі әдебиет пен өнерге жақын болып, қолына қалам ұстап, өлең, әңгіме, мақалалар жазды. 1979 жылы Бейнеу ауданының Сарға елді мекеніндегі Әліби Жангелдин атындағы орта мектепке оқуға барып, 89 жылы Сыңғырлау селосындағы Сыңғырлау орта мектебін бітірді. 1988 жылы Алматы қаласында республика бойынша тұңғыш рет өткізілген қазақ тілі мен әдебиеті олимпиадасына қатысып, бас жүлдені иемденді. 8 жасынан бастап қолына қалам алып, алғашқы балғын жырларын жаза бастады. Мектеп қабырғасында оқып жүрген кезінде-ақ 6 классынан бастап өлең, әңгіме, мақала, очерктері республикалық облыстық газет журналдарда жарияланып тұрды. Осындай айрықша қарым қабілеті мен талабы ескеріліп, 87 жылы Ұлы Қазан төңкерісінің 70 жылдығына орай Қазақстан Жастар одағы орталық комитетінің құрмет грамотасымен және жас тілші ретінде республикалық Қазақстан пионері газетінің құрмет грамотасымен наградталды. Жастайынан жазуға бейімі бар қабілетті көрен мектеп ішінде шығатын қабырға газеттерінің бас редакторы қоғамдық қызметтерін атқарды. 89 жылы Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетіне оқуға түскен ол, оқи жүріп, студенттердің республикалық Өркен газетінде алдымен корректор, артынан тілші, тәуелсіз қоғамдық саяси басылым Жас Қазақ газетінде, Бейнеу аудандық Рауан газетінде тілші және Қазақ-түрік бірлескен Таң плюс телекомпаниясында редактор болып еңбек етті. 1994 жылы университетті бітірген соң елге келіп Маңғыстау облыстық телерадио компаниясында 2002 жылдың желтоқсан айына дейін редактор, аға редактор, бас редактор, төрағаның орынбасары болып жұмыс істеді. Облыстық телеарнаның эфир арқылы 400-ден астам телехабар дайындап, 8 жылдан астам уақыт бойы жемісті еңбек етті. Ақпараттар редакциясын басқарған жылдары Шарайна ақпараттық сараптау сазды бағдарламасын ашып, апта сайын өлкенің тыныс-тіршілігіне терең талдау жасап отырды. Сонымен қатар ол әдеби, көркем және тарихи танымдық тақырыптарда да бірқатар мағыналды, мазмұнды бағдарламаларды дүниеге келді. 2003 жылдың қаңтар айында жекеменшік Рахат Ко жауапкершілігі шектеулі серіктестігін ашып, сол жылдың наурыз айында жекеменшік Ар телестудиясын құрды. Одан кейін Маңғыстау энерго мұнай жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде аудармашы болып еңбек еткен Рахат Қоспармақ 2004 жылдың маусым айынан бастап 2005 жылдың маусым айына дейін Маңғыстау облыстық кедендік бақылау департаментінің жұмысты ұйымдастыру және бақылау бөлімінің бас маманы, баспасөз қызметінің жетекшісі қызметін атқарды. 2006 жылдың қаңтар айынан маусым айына дейін Отан Республикалық саяси партиясының Маңғыстау мұнай-газ акционерлік қоғамы жанындағы өкілдігі төрағасының бірінші орынбасары болып жұмыс істеді. 2006-2009 жылдар аралығында республикалық тәуелсіз қоғамдық саяси басылым Ар.кз газетінің бас редакторы болды. 2009-2011 жылдары Катказ жауапкершілік шектеулі серіктестігі бас директорының кеңесшісі қызметін атқарды. 2013-2019 жылдар аралығында Маңғыстау мұнай-газ акционерлік қоғамының салалық басылымы Мұнайлы өлке газетінің штаттан тыс тілшісі болып еңбек етті. Қазір жеке шығармашылықпен айналысады. Отбасында жан-жары Қоспармақ Нұргүл Қаламғалиқызы екеуі 3 қыз тәрбиелеп өсірген жарасымды жанұя. Үлкені еңлік Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі тағайындаған президенттік стипендияның иегері, ортаншысы Самал жоғары білімді дәрігер, кішісі Іңкәр Бегім 10-шы сынып оқушысы. Рахат Құсайынұлының 50-ге жуық кітабы республиканың әр қалаларының баспасында жарық көріп, бірнеше жырлары қазақ ақындарының антологиясына енген. Қош келдіңіз, Рахат мырза, студияға.
Көргенімізге қуаныштымыз. Мына көптен бері сіз әртүрлі салада жұмыс жасадыңыз. Оның ішінде мына радио, телерадио, журналистика, жазба журналистика, газет журналдарда ұзақ мезгілде. Қазіргі кезде не істеп жүрсіз және осы бұрынғы жұмысыңызды сағынасыз ба? Әріптестеріңізді аңсайсыз ба? Рахмет. Қазір енді үйдемін. Мына қоғамға сыймаған, тек қана шындықты айтам деп өзін өзі қинаған адам басқа қайда болушы еді. Кейде сол үйіңнен де алып кетпей, үнсіз сырттай бақылап отырғанына шүкіршілік ететін болды органдардың. Себебі 6 ауыз ақиқатты айтқан үшін абақтыға қамап, 4 жыл өлең үшін түрменің түбінде шіртіп атқан, қылышынан қан тамған диктатура кезінде қарашайыңды тынышың ашкенге шүкіршілік айтатын халге жеттік қой. 10 шақты жыл болды, жұмыссызбын, еш жерге жұмысқа шақырмайды, кірем деп талпынсаң алмайды. Енді өзіндік пікірі бар, өзгеше ойлайтын адамдардың қал жағдайы қандай екенін өзіңді жақсы білесің. Мен де сол өзге жұртқа ұқсамайтын, өзгеше жаратылыс иесі, сол өзгеше ойлайтындығы үшін өз ортасына өгей күй кешкен Өтежан Нұрғалиев ағамнан талантымды асып баратқан шамал, тағдырымда мәз болып тұрған шамал. Ал енді қазір не істеп жатсың десең, жеке шығармашылықпен айналысып жатырмын. Арасында азын шоғын тапсырыстар алып талғажа болған болам, бірақ ешқандай ресми түрде тіркелген қызметім жоқ. Енді қазір баяғыдай емес, баспасөздің де, газет, журнал, телеарналардың да, бұқаралық ақпарат құралдарының мәзі кетті ғой енді. Біздің де жасымыз сол газетте, телеарнада істейтінен кішкене кетіңкіреп қалды. Енді қазір телеарнаның, баспасөздің орын көбіне әлеуметтік желілер, әртүрлі электронды сайттар, блогерлер жаулап алды. Олар да біздің қызметімізге мұқтаж емес, өздерінің хал-қадерінше, өздерінің әлдерінше жұмыс жасап жатыр. Кейбірі көңіліне шығады, кейбірі көңілінен шықпайды дегенде, ол енді басқа әңгіменің арнасы. Сіз енді сізді білетін, білмейтін адамдар сізді оппозиционер деп айтады. Осы рас па, және оппозиция деген не сіз үшін? Оппозиция деген сөз, жалпы латын тілінен аударғанда opposition, позиция, оп деген қарсы деген мағынаны білдіреді. Қарсы позициядағы адам, яғни басқа саясат, жүргізіліп жатқан саясатқа қарсы көзқарастағы, қарсы әрекет жасайтын адам дегенді білдіреді. Бірақ енді бұған қарап, оппозиционерлердің бәрін жау қылып, дұшпан көріп, мөкей қылудың қажеті жоқ. Олар да енді дәл қазіргі біздің қоғамда оппозиция дегеніміз өзіндік көзқарасы бар, өзіндік парасат пайымы бар, қоғамға деген өзінің қалыптасқан көзқарасы бар адам дегенді білдіреді. Бұл оппозиция жүрген адамдардың барлығы тек осы елді бүліншілікке ұшыратып, қан аңсап, халықтың арасына ши жүгіртіп жүр деп есептеуге болмайды. Кезінде 2006 жылы Қырымбек Көшербаев облыстың әкімі болып тұрған кезде менен сұхбат алған Мұнайлы аудандық газетінің бас редакторы Нұрлан Оразғалиев дейтін інімізге берген сұхбаттың тақырыбы да бізді жау санап қажет жоқ деп аталды. Сол айтқандай, ол оппозицияда жүрген адамдарды қазіргі билік басындағыларға қарсы пікірдегі адамдардың бәрін дұшпан санап керегі жоқ. Себебі олар да осы елдің адамы, олар да осы мемлекеттің күшесі, олар да елге жақсы болсын дейді. Қолынан келгенше, шама келгенше халыққа пайдалы нәрсені айтуға тырысады. Енді мәселе мына қазіргі билік үлкен саяси мәселелерді былай қойғанда, қарапайым мына әлеуметтік мәселелерді, тұрмыстық проблемалар шеше алмай, дәрменсіздік танытып отырған күнде көріп отырмыз біз. Алысқа бармайық, кеше, күні кеше мысалы, алғашқы қар жауды, аяз болды, көктайғақ болды, жергілікті билік бірер күн жол жапқаннан басқа ештеңе істей алған жоқ.
көріп отырмыз. Ал мысалы жаңағы қақаған қыста жолда қалған қаншама жолаушылар, көліктерді Совет өстің халқы сол жерде 2-3 мыңдай адам болды дейді мысалы. Соның әрқайсысы 10-нан 15-тен 20-дан үйлеріне шақырып, алып кетіп, қондырып, өздері ас суын беріп, паналатып, жолға салып жіберді. Биліктің жасай алмаған халық өзі жасады. Қарапайым халық. Немесе мысалы кеше Бейнеуде жергілікті жігіттер жолда қалған адамдарға қолма-қол ақша жинап, өздерінің қалталарынан шығарып, азық-түлік сатып алып, ас су, ыстық тамақтар пісіріп, ана қатып өлейін деп отқан көліктердің ішіндегі адамдарға қаншама тонны тегін ыстық тамақтар атты. Енді осыны көріп отырғанда біріншіден қазіргідей заман қанша қиын дегенмен, қанша дегенмен халықтың бойында имандылық, адамгершілік деген, мейірімділік деген қасиеттердің сақталғанына, қазақтың қонақжайлық қалпынан аумағанына қуанасың. Екіншіден биліктің дәрменсіздігін көріп қынжыласың. Мысалға кешегі алғашқы аяз болғанда Ақтаудан бастап облыстың қаншама аудандарында жарық өшті, жылу болмай қалды, су тоқтап қалды деген сияқты. Соның өзі биліктің мысалы дәрменсіздігін дәлелдеді. Орыста бір мақал бар ғой. Это уже цветочки, а ягодки впереди деген. Бұл 7 желтоқсанда 7 күндік аяз, бұл әлі басы. Алда әлі қаңтардың күні қарғадым деген тентек дәлу бар. Қазақтар өт жақсы болса, құт жаман болса жұт дейтін, тақтан түссе де аттан түспейтін ақырған аяз бар, ақпан бар. Оның ар жағында наурыз туып, құс қанаты келгенмен, жердің тоңы жібігенмен, сәуір тумай, тәуір болмайтын сірә белгілі. Сонда енді алғашқы қар, азғантай қырбық қар түскенде абдырап қалған билік қалған 6 ай қыста қайтпек сонда. Айтса, оппозиция осыны айтады. Осындай проблемалар, қарапайым әлеуметтік мәселелер. Айтқаны ауыз жаман, жылағаны көз жаман дейді. Сонда соны айтқан үшін, сонда ол оппозиция дұшпан болып есептеле ме? Ол халыққа жанашығаннан сол әлеуметтік мәселелерді, қарапайым мәселелерді шешу үшін айтады. Биліктегілер оны барынша жауап жасырмалауға тырысады. Биліктің 30 жыл бойы коррупцияға белшеден батқаны, халықты өтірік уәдемен тойдырып келе жатқаны, қазірде мысалы жаңа Қазақстанда өтірік алдап отырғаны, оның бәрі өтірік емес қой қазір. Шынымен де солай. Сон енді билік 10 грамда өзгерген жоқ, осыдан 30 жыл бұрын. Ал енді соны айтқан адам несіне апшимыз біз, оның несіне жау көреміз біз. Мысалға меніңше жалпы халықтың нағыз досы осы шындықты айтатын осындай адамдар. Әр нәрсеге сыни көзқараспен қарайтын, әділ сынай білетін, сол сынды сынай отырып, сол міндет түзеуге жұмыстанатын оппозиция деп жүргендер, сол қоғамдағы түйткілді проблемаларды биліктің көзіне шұқып тұрып көрсетіп, мына жерде мынадай болып жатыр, ана жер ақсап жатыр. Осыны түзейік дегенге шақырып жүрген үшін олар жазықты бола ма? Ал енді оның ішінде ол қарапайым адам. Жалпы ақындар оппозицияда болу керек деп есептеймін өз басым. Мысалы, қоғам қан сорғалаған шындығын, халықтың ауыр жағдайын ақындар айтпаса ақырып тұрып кім айтады? Ол сонысымен ақын, сонысымен азамат, сонысымен арыстан. Ал енді мына халықтың мұңын мұңдап, жырын жырлап, жартауыз сөз жазбайтын, жылы пештің түбінде жұмсақ көрпені жамылып алып, айлапат шатырдың астында, ақшамдардың астында алма жеп, ақмай асап отырып, ойбай, махаббат, сахабат, күйдім, сүйдім, өлдім, талдым деп өлең жазатындарды мен өз басым ақын деп есептемеймін. Халқың қан жұтып отырғанда сен қалай ақмай асайсың? Халықтың сөзін айтпасаң, Құдай тағала бойыңа сондай нұр құйса, онда атаңның басына ақын болып тудың ба? Өзіңнің туған ана халқыңның жартауыз сөзін айтып, соның мұңын мұңдай алмасаң. Менің түсінігімде солай. Жалпы адам жалпы жұрттың алдында жылдыртпалатып бірдеңе қылып құтылып кетуі мүмкін.
бірақ өзіңнің арыңмен бетпе бет қалғанда ештеңе өзіңді айта алмайсың, құтыла алмайсың. Арыңның алдында шындықты мойындайсың. Сол сияқты әрбір адам ар алдында, өзін дар алдында тұрғандай сезініп, қашанда осы тек ақ сөйлеп, ардың сөзін айту керек. Міне сонда екінің бір оппозиционер болып шыға келеді. Менің түсінігім де солай. Көбінесе елдің, жердің жоғын жоқтап, мұңын мұңдап жүресіз. Қоғамның көлеңкелі жағына көзіңізді көбірек саласыз. Осындай, мысалы, мәселе сіздің мінез құлқыңызға, өзіңіздің жүйкеңізге қатты әсер етпей ме? Мен марқұм Фариза Оңғарсынова апамның бір өлеңі бар. Сол күндер гүл дәурендей сағындырды, жоқ бүгін ізбасарлар жалын жырлы, жомарт жоқ, киев те жоқ, әбіштай да ерте алды сайкомсынды дарындылды. Фариза көп күлмейді десе де жұрт, жоқтаумен жақсыларды жаным мұңды деп. Сол айтқан, мен де жалпы мұнша көңілді күлегеш адам емеспін. Соңғы рет қашан қарқылдап күлгенім, шаттықтан шалқып жүрген есімде жоқ. Халықтың жағдайы қазіргідей болып отырғанда, бұл халықтың көзінше қарқылдап күлуде бұл ерсі болар деп есептеймін мен енді. Жалпы мінезім ауырлау, көп нәрсенің күнгейінен гөрі көлеңкелі жағына көбірек көзім түсетін адамдардың санатына жататын шығар мен негізі. Осы жерде орай келіп тұрғанда бір анекдот айтайын. Мына оптимист пен пессимист әңгімелесіп отыр дейді. Пессимист бір нәрседен қатты түңіліп, бұдан асқан қиын жағдай болмас, болу мүмкін емес десе, оптимист болады, болғанда қандай деп айтады дейді. Сол айтқанда әркім өзі жағдайдан өзіне қажетті нәрсені көреді. Мен енді үнемі елдің, жердің мұңын айтқаннан содан мінез құлқым өзгеріп, қара түнекті қаптата беретін, қарау ниет адам болып кеттім деп ойламаймын өз басым. Мен әуелден жаратылысымнан аса оптимист адам емеспін. Дегенмен қажет болса жақсынды көре алам, жақсыға жақсы деп баға бере алам. Бірақ мен сізде өзі керуен кері кетіп, теріс айналып атқан, бейбатпаққа батып атқан қоғамның келеңсіз көріністері жауып жасырып, ар жағына тастан қамал салып, бер жағына бетперде шілтер ұстап, жаңағы биліктің бишкеші болып жүрген, жылтыратып көрсетіп жүрген жылпостар көп қой. Менің жазығым солар жасырған жария қылатын шығар, жалған айтқан жайратып салған шығар, мүмкін жағымпазданбайтын, жарамсақтанбайтын, іште палау болғанша сыртта талау болсын деп ішімдегі нерікпей, кім болса да енді шындықты шама келгенше сарт еткізіп бетін айтып салатын немесе тура жүріп, тіке ұстанғанды жөн көретін, туғаннан бойыма сіңген сол қасиетім шығар, басқа білмеймін, алып бара жатқан асан қайғымын деп ойламаймын өзім. Осы сіз көп шындықты айтам деп адамдардың бетін айтып, кейбір адамдарды осы өзіңіз білетін ренжітіп алған кездер болды ма? Болды. Турасын айтам деп туғанына жақпайды, ашығын айтам деп ағайынға жақпайды деген сөз бар ғой қазақта. Турасын айтам деп туралып кете жаздаған, пытырлатып сынайым деп пышаққа түсіп кете жаздаған кездер болды талай. Бірақ енді мына сүтпен сүнген сүйекпен кетеді деген сөз бар тағы қазақта. Әуелде осылай жаратылғаннан кейін жер ортасы жасқа жеткенше өзгермеген мінезім, енді бұдан ары қарай елдің бәрімен майлы қасықтай болып кетем деп мен айта алмаймын. Енді шындықты айтқанда біреуді бір ойып жіберейін, сойып жіберейін демейсің. Айналада, қоғамда болып жатқан оқиғаларға өзіңнің көзқарасыңның ой елегіңнен өткізіп, сана сүзгіңнен өткізіп, өзің көзқарасыңды білдіресің. Ол кейбіреулерге жақпай атады. Бірақ енді жақпағанына мен кінәлі емеспін. Менің міндетім көріп тұрған кемшілікті ашып айту. Одан кейін бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деген. Тілдің басты кесіп алатын болса да адам ақиқатты
көріп тұрғанда араша түсу керек. Мына тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деген ұлы мақалды мен ойлап тапқан жоқпын. Халқымыздың ұлы данышпандары тапқан, айтып кеткен ұлағатты сөз. Енді осындай ұлы сөздер қалдырған ұлтымның кейде мен сол турасын айтып, туғанына жақпайтын әділ билер мен арлы азаматтарды ағаш атқа мінгізіп, қарасекке теріс мінгізіп, жел сөздің желкені қылып, кейде тіпті найзаның ұшына ілдіріп, наркескемен басын шауып жататын жағдайларды аз болған жоқ. Мен сондайларды көргенде өзім соған наразы болып налиым. Жаным күйініп, жасынам, тобынан адасқан қасық ұқсап, торығам, қамығып, қайға шомылам. Ондай қасіретті шақтар аз болып жатқан жоқ қой қазақтың басында. Бар жоқ 50 жыл ғана өмір сүрдік, қаншама қасіретті жағдайды көрдік қазақтың басынан өткен. Енді қазақтың бірісі бар, жолын өлгім келеді. Қазақтың бірісі бар, қолын өлгім келеді деген сөзді осы Совет Қазақатай ағамыз марқұм осындай жағдайларды көргеннен кейін айтқан шығар деп ойлаймын өз басым. Әрине, пендеміз ғой. Мінсіз адам болмайды ғой. Сіздің бойыңызда қандай кемшіліктер бар деп ойлайсыз? Әрине, енді адам болғасын, мына дүниеде мінсіз жаратылыс жоқ қой. Әр нәрсенің өзінің көбіктің кіндігінде бір осал тұсы болады. Тек адам ғана емес, жалпы дүниеде кез келген нәрсең. Пенде болғасын жерде де мінсіз ешкім болмайды. Мінсіз болса ол періште болады. Періште адамдардың арасында жүрмейді, оны сірә өзің білесің. Мінімізде, қателігімізде, кемшілігімізде бар, біздің жетеді. Мысалы, біз сонымызбен адамбыз. Абай айтты делінген бір өлең бар ғой. Ойдағы мінді санасам, тау тасынан аз емес, жүрегімді байқасам, ине дейін таза емес. Аршып алып тастауға апандағы саз емес, бәрі болды өзімнен тәңірім салған наз емес дейді. Сол айтқанда мен де періште емеспін. Адам баласым, сондықтан менде де кемшіліктер жетерлік. Мысалы, айтатын болсам, кейде жалқаулығым ұстап қалады, жайбасарлығым бар. Енді бітейін деп тұрған ертеңгі сырт пыстайтын еріншектігім бар. Сосын 41 жасқа келгенше кісі ақылын алмаған, өз дегені болмаса, өзгенің тілін алмаған, кісі ақылы қонбаған, қанша айтсаң да болмадым, сөзіңе құлақ салмадым, бұрала біткен емендей қисық туған сорлаған деп Исатайдың атынан Махамбет айтады ғой. Сол айтқандай, менде де кейде кезерлігім ұстап, өзгенің сөзін тыңдамай, өзімдікін ғана жөндеп, қисайған жағымнан тұрмай қалады, қыңыр мінезім бар енді. Бұл енді артынан сау ақылмен, жаңағы сабырлы санамен ойланып қарап, өзім тауып, жаңағы таңбалап қойған кемшіліктерім қазір саған айтып отырған. Енді сол сияқты адам үйренуге, үлгетуге тұрмайтын, тіпті неше түрлі кісі қызығарлық қасиеттеріміз, қисық кемшіліктер бар бойымызда. Оның бәрі негізінде менен гөрі үйдегі кісі жақсы біледі. Адам бер маған емес, соған қойғанда бұл сұрақты. Екі ештеңе таба алмай қиналып отырған екеуміз сияқты емес, сол мұрсаттан мұрнынан тізіп, көп кемшілігін көгенде балың әкеліп беретін. Сондықтан осы сұрақты маған емес, соған қойған бір шығар деп ойлаймын. Мұна ежелгі гректің ойшылы Сократ айтқан екен. Платон менің досым, бірақ ақиқат одан қымбатырақ деп. Осындай таңдау болды ма алдыңызда? Ол сөзді айтқан Сократ емес, Аристотель ғой. Сократ қайда, Аристотель қайда, екеуінің арасында 100 жылдай уақыт жатыр. Аристотельдің өзі Платонның шәкірті. Платон менің досым, алайда одан ақиқат қымбат деген. Бұл манада айттым ғой, ондай сәттер болады. Жалпы екінің бірін таңдауға мәжбүр болатын кездер болады. Бірақ енді мен өзімді қай кезде де осы абсолют ақиқатты ту еткен адамын, мен әділеттің соңғы қамалы, мен тек ақиқаттың алмас қылышымын деп айтпаймын. Менен де өткен шыншыл, менен де өткен ақиқатшыл, менен де өткен өткір де кескір, өр мінез, асау, арда азаматтар бар ғой қазақта. Бірақ енді шама келгенше барынша әділетке бағасың, шындықты айтуға тырысасың, сол өзің позицияңды тұруға тырысасың, ешкімге ала жібін аттамауға,
жақыныңды жауға бермес, жалған сөйлемеуге, арт арасына салғанда адамгершіліктің тасы ауыр тартуына соған мүдделі боласың шама келгенше өзің. Рас енді кейде өнемейін, өтірік айтпай, өзін көпшіліктің талқысына тастай беруден де тартынатын, әрдайым ақиқатты айта беруден де шаршайсың. Мысалға, одан нәтиже болмаса. Елге ақ қарға болып көрініп, ешкімден жылы сөз естімей, кейде отбасыңда қосағың, отың басында отырған қосағыңның өзі қоңқылдап қойшы осыңды дегенде, маңдайың тасқа тигендей болып, маңып кете жаздайтын, талабың тауың шағылып, сондай тар дүниеге сыймай кететін кездер болады енді. Бірақ енді ар жағында Құдай сені құл мінезді қорқақ қылып жаратпағасын, су жүрек суайт қылып жаратпағасын, арамза алаяқ қылып жаратпағасын. Ата-анам мені әйленкес, өтірікші, жағымпаз, жалтақ қылып жаратпағанына мен сүмелек сорлы болып туғаныма мен кінәлі емеспін ғой. Құдай жаратқан мінез. Сонымен кетеміз енді, қалай болғанда да. Енді өтірік айта білмейтін адам өлтірсең де ақиқатты ағынан қайыр бастамайды, адалдықтан аттамайды. Менің түсінігімде. Жалпына бұл дүниенің асты үстіне шығып кетпей, аяғы басына келмей, осы мына тепе-теңдікті осы ұстап тұрғанына, осы түп тамырмен қопарылып кетпей тұрғанына бір құдіретті күш бар болса, ол сол қашанда шындықты айтатын, ақ жүректі, адал мінезді, әр немеге ылықпайтын, әділет сүйгіш адамдардың арқасы деп есептеймін өз басым.